Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Каналға қош келдіңіздер. Жыл соңында жан жылытатын жағымды жаңалықтар қатары көбейіп жатыр. Үкімет тарапынан қазақстандықтарға 59 мың және 103 мың теңге берілетін болды. Аталған мемлекеттік жәрдемақыға кімдер үміткер бола алады? Аса көп болмаса да аталған қаражат біраз адамның қалтасын қомпайтары анық. Сонымен оны кімдер алады? Тақырып қызықтырса, видеоны соңына дейін қарап көріңіз. Достар, каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар екен деймін. Және де қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Бұл мемлекеттік жәрдемақыға 4 және одан да көп бірге тұратын, кәмелетке толмаған немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент балалары бар отбасылар табысына қарамастан үміткер бола алады. 2024 жылдың басынан бері көп балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақымен орта есеппен 577,2 мың отбасы, жалпы сомасы 431,9 миллиард теңге мөлшерінде қамтылды. Оның ішінде қараша айында 591,2 мың отбасына 42,2 миллиард теңге мөлшерінде жәрдемақы төленді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, бұл мемлекеттік жәрдемақыға 4 және одан да көп бірге тұратын, кәмелетке толмаған немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент балалары бар отбасылар табысына қарамастан үміткер бола алады. Төлем мөлшері бала санына қарай сараланып есептеледі және 2024 жылы ол былай болған. 4 баласы бар отбасылар 59,183 теңге алған. 5 балаға 73,988 теңге алған болатын. 6 балаға 88,793 теңге, ал 7 балаға 103,598 теңге алған. 8 және одан да көп баласы бар отбасыларға әр балаға 4 айлық есептік көрсеткіш немесе 14,768 теңге мөлшерінде төленген болатын. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап балалы отбасыларға тағайындалатын мемлекеттік жәрдемақылардың мөлшері 7%-ға артқанын атап өтейік. Биыл көп балалы отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге 472,9 миллиард теңге қарастырылған. Ал 2025 жылдан бастап 4 баласы бар отбасыларға 63,030 теңге төленетін болады. 5 баласы бар отбасыларға 78,798 теңге, 6 баласы бар отбасыларға 94,565 теңге, 7 баласы бар отбасыларға 110,332 теңге төленетін болады. 8 және одан да көп баласы бар отбасыларға әр балаға 15,728 теңгеден төленетін болады.